Жаздың қысқа түндері апасы алғаш рет жоғарғы ауылдағы Еламанның қызына құда түспек ойын бар дегенде Тоқтас, «Өй, әне бір қызғама» деп жақтырыңқырамай қалған. Мектепте 2 класс төмен оққан ет бізден. Несі бар екен? Біреудің алақанына салып әлпештеп отырған қызы, «Өй, әдірағал, сенің де біреуді менсінбей қалғаның осы» деп апасы бірден жекі бала жөнелді. Қолы сия боп көрпілдетіп кең етік киіп жүруші еді. Қолы сия болса, содан бері жуған шығар. Сол етігін көрпілдетіп, әлі сүйретіп жүрмеген болар. Уайымының түрін есі кіріп, енді келіншек алғалы отырған жігіттің сөзіне қара. «Өй, әдірағал». Апасы көп тәжікелесуді көтермейтін мінезі шадыр адам. Айтты бітті. Көп ұзамай Тоқтас Әлдібек деген жақын туысымен бірге жоғарғы ауылға қыз көруге барды. Баяғыда көріп едім дегенмен адам деген өзгеріп кетеді екен. Қыз бойжеткен. Бойжеткендігі болар, тіпті әдеміленіп кеткен. Тоқтастың өзі де айран асыр таң-таңырқай қалды. Аяғында баяғы көрпілдеген кең етік жоқ. Қасықтай биік өкше қара туфли. Қыз шай құйып, сымдай нәзік ақсүйрік саусақтармен шай құйылған кесені өзі ұзатып отырды. Тоқтас сонда байқады. Қолдың баяғы сиясы кеткен. Сия демекші, мұндай қолды бір кезде сияға былғанып, адам көргісіз болып жүрді дегенге сену қиын. Өзге түгіл Тоқтастың өзі де сенбес еді. Әй, ол басқа бір қыздың қолы шығар деп ойланып қалғандай. Қыздың атын да ұмытып қалған екен. Шай ішіп отырып есіне алды. Нұршат. Бұрын оның атына да мән бере қоймаған екен. Ойлап қараса, ат біткеннің әдемісі осы. Ендігі жерде қызы ықыласы қалай екен, әке-шешесі не дер екен? Әу баста көнген сыңай білдіріп, келе-келе ойланып қарасақ, реті келіңкіремейді екен. Қызымыз жас, басы байлаулы көрінеді. Олай да бұлай деп әңгіменің соңын пышыратып жіберетіндер де жоқ емес деп ойлады. Ауылға қайтып келе жатып, атын шоқырақтатып, қайта-қайта оза берген Әділбекке, «Әлдеке қалай екен?» деді. Мұндағысы қыз туралы пікірін білгісі келгендіктен ғана емес, алда болатын той бағдарында айтып қалар мекен деп дәмеленгені болатын. Әлдібек томаға тұйық жуас кіседі. Оқыс ой айтатындай түйіліп, ұзақ отырып барып, «Келінім бұлдырықтың балапанындай сүйкімді бала екен» деді де. Тоқтас қанша ынтыға күтсе де, Әлдібек одан әрі үндемей қойды. «Жоға, әлгі құдаларыңыз не дейді? Жауабын жеңешеме берер. Біздің міндетіміз келінді көріп қана қайту ғой» деп Әділбек әңгіменді Тоқтастың шешесі балымға сілтеді де, атын шоқырақтатып тағы да алға түсті. Енді Тоқтастың тезірек үйленгісі келді. Нұршат ұйықтаса түсінен, тұрса ойынан кетпей қойды. Түсіне баяғыша аяғына көрпілдеген етік киіп, қолы сия болып енеді де, кейде ақсүйрек саусақтарымен бұған шай ұсынып отырады. Соңғы кезде құдалары түспегір қайтып айнып қалмаса етті деп ойындайтынды шығарды. Жақсы хабар айтып қалар мекен деп апасының сөзіне де құлақ түріп жүр. Жоқ, Нұршат жайлы той қамы туралы ештеңе айтылар емес. Ақыры шыдай алмаған соң, бір күні екеуден екеу пеш жанында тамақ ішіп отырғанда, «Апа, анадағы әңгімелер не болды деген?» «Жазға қалды ғой, жайлауға шыға той жасаймыз». «Өй» деді Тоқтас тыжырынып. «Жайлауға шыққанша не заман?» Апасы қайтып үндеген жоқ. Сөзім сөз дегендей міз бақпастан отыра берді. Қайткен күнде де апасының шешімін өзгерткісі келгендей, «Мал төлдеткен кезде қолғабыс етер еді ғой» деді Тоқтас тағы да. Апасы бұған зілмен қарап, «Сандалған неме?» «Сандалған. Қой төлдетейік деп жатырмыз, соған керек болып тұр. Қызыңды тезірек бере қал» депті кісі біреуге құда түсемеген. Қолы сия, етігі кең деп кекірейіп едің, енді қайдан ғана асық бола қалдың? Тоқтас ұялғаннан төмен қарады. Одан әрі апасына тағы да бірдеңе деуге батылы жетпеді. Бар болғаны іштей, «Апамда қызық, жайлауға шығып, жалғыз үй отыр, той жасағанда нендей тамаша болады деп жүр екен» деп ойлады. Жайлауға шығатын кезде келді. Жайлауға шыға тойлары болды. Тойға жиналған тума жекжаттар 2-3 күннен кейін тарасты да, айдаладағы жалғыз үйде апасы Нұршат үшеуі ғана қалды. Жайлауға шығып жасаған тойдың қызықсыз көрінетіндей болып жүргені әшейін ғана нәрсе екен. Әрбірден соң Тоқтас жалғыз үй отырып үйленген қызық па деп қалды. Нұршат тіпті құлпырып кеткен.
Әлдібек екеуі барып көретін жолда әншейін-ақ екен. Тап қазір оған теңесер сұлу дүниеде жоқ сияқты. Отырғаны қандай, тұрғаны қандай, шайы көйлегі сусылдап, үйді айналып әрлі-берлі жүргені қандай. Тоқтас өз келіншегіне өзі таңырқап, аузы ашылып қарайды да отырады. Азаннан кешке дейін қарауға жалықпас еді. Әттең бір отар қой бар. Азанда кетіп кешке келу керек. Той өткеннен кейінгі 2 күн қатарынан қойды маңайға тастап, үйге келіп түстеніп жүр. Қарны ашқандықтан ғана емес, үйге қарай аңсары ауатта тұрады. Нұршатты көргісі келеді. Алғашқы 2 күнге келгеніне апасы да үндеген жоқ еді. 3-ші күні аттан апыл-ғұпыл түсіп жатқан Тоқтасқа: «Әй, келіншегіңді қасқыр жейді деп қорқасың ба? Үй маңынан шықпай қойдың ғой айналшықтап». Келіншегінің жанында дардай мен деген бір отырғанда қасқырда ойланатын шығар. Үй маңына жайған мал оңалама, деді апасы. Тоқтас үндемей қалды. Атының шылбырын қазыққа байларын байлап, қайта кетсем бе деп біраз тұрды да: «Енді тамақ ішпейміз бе немене?» деп күңк ете қалды. Күн сайын үйінен түстеніп жүрген қай қойшыны көрдің? Қойшының күнделікті тамағы бір табан нан мен бір қарын айран. Апасының сөзіне ашуланып, қайтадан қойға кетуге бет алып, атының шылбырын ердің басына іле берген сол еді. Апасы тағы да: «Келгеннен кейін несіне қайтасың енді?» деді. Сонан соң ошақ басында жүрген Нұршатқа дауыстап: «Нұршат, әй, мынауыңды кешке дейін аман-есен жететіндей етіп тойғызып жібер» деді. Қайынша намысқа бекінсе де Нұршаттың аты аталған соң-ақ Тоқтас қайтадан жуасып қалды. Ерінің басына іле берген шылбырды қолына қайталды. Әсіресе апасының өзін Нұршатқа теліп мынауың дегені көңілін жібітіп жіберді. Үйге кіріп тамақ ішті. Тамақ ішіп жатқанда келіншегі шайы көйлегі сусылдап кеп жанына отырды. Үлбіреп отырғаны қандай. Апам күйіп тастады өзіне. Ештеңе етпес дегендей жәудіреп қарағаны қандай. Тоқтас ішіп отырған тамағына қараған жоқ. Келіншегіне қараумен болды. Қараған сайын елітіп, еріп барамау немене. Әрбірден соң апама ерегіскенде қойға бармай қойсам бекен деп те ойлады. Бірақ оған шама қайда. Кешке дейін емес, тап бір келер жылға дейін кетіп бара жатқандай келіншегіне телміріп, қарап-қарап алды да сыртқа шықты. Атына мініп қойына кетті. Содан кейін-ақ түскі асқа келуді қойды. Апасы айтқан бір табан нан мен бір қарын айран алып, таңертең кеткеннен кешкісін бір-ақ оралады. Бір көңілді сәтін пайдаланып: «Апа, түсте ыстық тамақ ішпеген соң болмайды екен. Нұршатты түсте бір мезгіл маған жіберіп тұрсаңыз қайтеді?» деп еді. Апасы бетіне қарап-қарап отырып: «Ой, сандалған неме?» деді. «Сандалған неме-ау, күйеуіме ыстық тамақ апара жатырмын деп тау-тасты аралап жүрген қай қойшының қатын көрдің?» Тоқтас қайтып үндей алмай қалды. Жайлауға шыққан соң үйленсе, көңілдері елегзейтіндей, зерігетіндей болып жүргені де әшейін ғана нәрсе екен. Әрбірден соң кейде апасы да артық болып көрінеді. Апасының көзінше келіншегіне артық ауыз сөз де айта алмайды. Кейде оңашада келіншегін құшақтағысы келіп, еркелеткісі, оған еркелегісі келіп жақындай берсе болдақ, киіз үйдің есігін айқара ашып, апасы кіріп келеді де екеуі қысылып қалады. Мұндайда Тоқтас: «Ой, апам да бір» деп жаратпаған сыңаймен теріс айналып, әлде бір жола сыртқа шығып кетеді. Бұрынырақта келін алсам онда барам, мұнда барам, баратын жерім көп деп апасы үйде тұрмайтындай сөйлейтін. Енді үндемейді. Тоқтас іштей баратын жағына бармай екен деп ойлайды. Бірақ айтуға батылы жетпейді. Ақыры шыдамы жетпей бір күні Нұршаттан оңашада: «Апам ешқайда барам демей ме?» деді. «Барамын дейді ғой». «Қашан барады екен?» «Жақында». Тоқтас іштей қуанып қалды. «Апам кетсе мен жалғыз өзім қорқатын шығармын» деп Нұршаты уайым білдіргендей болып еді. «Қорқпайсың, жаныңда мен болам» деді. «Қойды қайтесің?» «Ой, сол да пәле болды-ау» дегенде Тоқтас бірау үндемей қалды да: «Апам әуелі кететін жағына кетіп болсын» деді. Ақыры апасы қыдырып қайтуға бекініп, жол жабдығына әзірленіп бола бергенде автодүкен келе қалды. Сатушы шайым деген сөзге үйірлеу қылжақпас кісі еді. Той кезінде бір топ адамның көзінше Тоқтасқа: «Әй, шыныңды айтшы, келіншегіңді жақсы көресің бе әлде, апаңды жақсы көресің бе?» деп жаудай састырған. Сасатында жөні жоқ еді. Әйтеуір дегбір қашып Тоқтас «апа» деп алақтай, апалақтай беріп Нұршат деп қалғаны.
Нұршат деген сөздің аузынан қалай шығып кеткенін де байқамады. Нұршатты жақсы көргендігі ме, әлде апасын ғана айтса Нұршат өкпелейтіндей сезілді ме? Жұрт ду күлді. Және жай күле ме? Бәз біреулері әр нәрсені айтып, Тоқтасты мазақ еткендей болды. Баласының балалығына апасы да қызарақтап, есі жоқ-ау, екеуінде жақсы көрем демейсің бе деп бұған болысып жатыр. Содан кейін ақ Шайымды жаратпай қалған. Жаратпағанда не істесін, бұрын соңды араласып жүрген ағайын. Оның бер жағында енді апасы соның машинасымен кетеді. Қайтып әкеліп салатында сол болар. Сондықтан Тоқтас кабинадан түсер-түспестен Шайымның алдынан шығып сәлем берді. «Қалай бала?» деді. Шайым сол қылжақпас қалпымен. Мұның созған қолын ала беріп, сол сөзмен нені меңзеп тұрғаны бұлдыр күйде. «Жақсы ғой» деді Тоқтас, сол қолының саусақтарымен басын қасып тұрып. Өйтіп тұрғанда сөзге анасы келіп араласты. «Әй, сен жүгірмек менің баламды неге айналдыра бересің? Сенің де келіншек алған кезіңді білеміз. Үйленгеннен соң бір жетіп өткенде ағаңа келіншегімнің нан пісіріп, көже істеуден қолы босамайды, еншімізді беріңдер деп бүкіл ел жұртқа күлкі болып едің. Енді сен де біреуді мазақ еткің келеді-ау». «Қойдым жеңеше, қойдым». Шайым сөз соңын арсыз күлкіге жеңдірді. Сол күні кешкісін апасы Шайымның автодүкені совхоз орталығына кетті. Тоқтас отарды үй маңына күндегісінен ерте алып келді. Бұрынғыдай емес, екеуі бір-біріне еркін. Апасының көзінше ұялып сөйлесе де алмайтын. Кешкісін шымылдық ішінде жатқанда ғана ұзақ-ұзақ сыбырласатындары бар еді. Нұршаттың сыбырлап сөйлегеннің өзі қандай тәтті. Аузынан шыққан демі Тоқтастың құлағының түбін жылытып жібереді. Енді бір-біріне еркін, дауыстай сөйлесіп, бірін-бірі қостап күлісіп те алады. Дауыстап сөйлеп, күліп жүріп Тоқтас, ойпырмай, апамда кетті ақыры. Кеткені қандай жақсы бол. Ана қылжақпас дүкеншіні де Құдай айдап келе қалған айтсайшы деп ойлады. Нұршатпен бірге ошақ басында жүреді. Нұршатпен бірге үйге кіреді. Апасы болса, әйелмен қабаттасып, әйелге ұқсап, о несі екен, әрмен жүр деп ұрсып тастар еді. Апасы жоқ, рахат. Қонған шыбынды қаққан боп, Нұршаттың денесін сипайды, білегінен ұстайды, сонда да құмары қанбайды. Тамақ ішіп отырғанда да екеуі бұрынғысынша дастарханның екі шетінен телміріп отырмай, бір-біріне жақын отырды. Тіпті Тоқтас жақын отырайықшы деген де жоқ. Шайы көйлегі сусылдап кеп, мұның ойындағысын тауып, Нұршат жанына жайғасты. Тамақ ішіп отырып екеуі жарыса, апасының өздерімен кетердегі қайта-қайта қоштасқанын, сонан соң Тоқтастың маңдайынан бір, Нұршаттың маңдайынан екі сүйіп болып, кабинаға міне берер кезде көйлегінің етегіне сүрініп құлап қала жаздағанын айтты. Апасы туралы әңгімелесіп отырса да екеуінің негізгі айтпағы басқа. Басқа, жай секілді, біріне бірі құмарта қараумен болды. Тамақтан соң Тоқтастың демалғысы келді. Бұрын анасының көзінше ұйқым келіп отыр деп айтуға да батылы жетпей, сол кісінің «Ал, жатыңдар енді» деген сөзін күтіп отыра беретін. Ерегіскенде кейде Нұршатқа жөн түткісіп, өзі ұршы қиырып отырып алатын қайтерсің. Енді жалтақтайтын ешкім жоқ. Дастархан жиналысымен-ақ Нұршатқа жатқым кеп тұрғаны деп өтірік еснеген болып отырып, Нұршат қарсы сөз айтқан жоқ. Шайы көйлегі сусылдап жүріп, шымылдықты сусылдата түсіп, шайы көрпе, шайы жастықтарды сусылдатып төсек салды. Әуелі Тоқтас жатты. Сәлден соң шайы көйлегі сусылдай кеп, Нұршат сусылдатып шайы көрпенің шетін ашты. Күндегідей емес, бір-біріне сөздері де, өздері де еркін. Күндегідей сыбырласып та әуре болған жоқ. Ашық жарқын сөйлесті. Әсіресе Тоқтастың сөйлегені, күлгені қаңғырлап күңгірлеп қара үйді басына көтерді. Ұйқылары келе қоймаған соң, түннің бір уағында қайта тұрып, екеуі 6 карта ойнамақ болды. Тоқтастың су жаңа картасы бар еді. Қайсы бір күні іші пысып, Нұршатпен ойнамақ болғанда апасы «Жаман үйретіп кетесіңдер. Масқара, жұрт Тоқтастың өзі де, келіншегі де құмарпаз екен деп жүрер» деп рұқсат етпей қойған. Енді қарсылық ететін апалар жоқ. Рахат. Нұршат тұрып, ондық шамды жақты. Тоқтас жиналған текеметтің қуысынан картасын алды. Қайтадан шалбарын киіп әуре болған жоқ. Үй ішінде түрсейсең жүрді. Карта ойнар кезде де Нұршаттың жанына түрсейшең отыра кетті. Бұл да рахат. Шарттары да қызық. Тоқтас ұтса Нұршаттың бетінен бір рет түседі. Нұршат ұтса Тоқтас оны төрден есікке дейін бір рет арқалап апарады.
Әдеп бастағандақ Тоқтастың қолына карталар шығып, бір берсін. Көзір дейсің бе, тұз бен король дейсің бе, өңшең картаның дөкейлері қолынан шықпай қойды. Тіпті Нұршатты оп-оңай ұтты. Оп-оңай ұтқандықтан ба келіншегінің бетінен сүю қызықсыз болатындай көрінді. Оның бер жағында 6 картасы да сүйіп жүретін беті ғой. Дегенмен ойын шартына орай Нұршаттың қашқақтағанына, ұялған сыңайына қарамай ұмтылып еді. Сөйтсе 6 картадан ұтып сүюдің орны бір бөлек екен. Бұл да өзінше қызық болды. Сүйіп болған екеуі де қызарақтап, екеуінің де беттері дуылдап, бір-біріне ұяла қарасып, біраз отырған соң Тоқтас картаны қайта тарата бастады. Тоқтас 2 рет қатар ұтылып, Нұршатты төрден есікке дейін арқалап апарды. Әуелде келіншегін арқалап жүру ерсіз сияқты болып көрінген еді. Сөйтсе, бұрын-соңды қиссалардың бірде-бірінде жазылмаған ғажайып оқиғаның нағыз өзі болды. Нұршаттың денесіне тиді. Өзі жеп-жеңіл, күлкісі қандай. Келіншегін арқалап келе жатып Тоқтас төлегенде қыз жібекті осылай арқалай алды мекен шіркін деп ойлады ішінен. Әй, арқалайды алмаған шығар. Арқаласа жыршылар жазар еді ғой. Төлеген марқұмдың орындалмаған бір арманы осы болған шығар-ау. Апасы болып Нұршатты арқалап, қара үйдің ішінде мұның өңкеңдеп жүргенін көрсе, келіншегіңді әлден арқаласаң жетіскен екенсің деп ұрсар еді. Әй, апамның кеткені, мұндай жақсы болар ма деп іштей балалыққа салынған Тоқтас риза болды.